Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін магнит күшін зерттеп көрейік. Бұл балдар мына қолындағы не зат екен деп ойлайсыңдар? Бұл магнит. Бұл магнит. Бұл ежелгі адамдар бұны Орта Азиядағы магнетизм деген қаладан тастардың арасынан осындай жылтырақ осы тасты тауып алған екен. Содан бері осы күнге шейін магнит аталып келе жатыр екен. Ал енді біз бүгін бұның ерекшеліктерін зерттеп көрейік. Оның қандай ерекшелігі бар екен, қандай бұның не күші бар екенін көрейік. Алдымен бұны алдыңыздағы заттарға әртүрлі тәжірибелер жасап көрейік. Енді бұны қайдан тапты деп айттым? Жер астынан, құмнан, топырақтардың арасынан. Енді бұны осы мына алдымыздағы топырақтың ішінде қандай зат бар екен бұлай? Бірінші құмның арасында қаншама заттар бар екен. Тек магнитпен тексеріп көрейік. Міне, алақай, ура, менікі де қаншама заттар алды. Кәне, мен де көрейінші Қасым. О, меніңкі де жабысты магнитім. Міне магниттің көлеміне қарамайды екен. Үлкен кіші болса да өзінен тартып алатын қасиеті бар екен. Балалар, енді біз магнитке тағы да тәжірибелер жасап көрейік. Апай, кәнеке, мен ғашты жабысқан магнитім. Кәнеке, тексеріп көрейінші? Әрине тексеріп көрейік. Не болып жатыр? Ішіндегі заттарын магнитпен ары-бері қимылдап жатыр, Бізде Қасым, сен не істейсің? Судың арасынан заттарды магнитмен тартып көрейік. Кәнеке тартып көре ғой. Ой, қандай керемет. Алақай, Сәбия, қара, мен судың үстінен алдым заттарды қаншама. Кәнеке, мен де көрейін. Екін де алды. Балалар, көрдіңдер ма? Магниттің көлеміне қарай екен. Біздің алдымызда керемет табиғаттың суреті тұр екен. Не көріп тұрсыңдар? Табиғат. Тағы нелер бар екен? Көбелек, гүлдер, бұлттар бар екен. Күн бар. Енді балалар, мына алдымыздағы тұрған әдемі көбелектерді біз магнитпен ары-бері ұшырып гүлдерге қондырып көрейікші. Кәнеке, бір магнит алайық. Кәнеке, ұшырып көріңдер көбелектерді. Ары-бері жылжытып, гүлдерге қондырайық кезек-кезек. Сәфия, қандай гүлге қондың сен? Раушан гүліне. Енді қызғалдақ гүліне көбелектерді жылжытамыз магниттен ары-бері ұшыра ғой.